Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 2025-те хит болған Instagram, TikTok, YouTube желілерінде көптеген просмотр жинап, өте көп қаралымға ие болған осы Орео қосылған сметанник пирогының рецептімен бөліскім келіп отыр. Пирог өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл пирогтың басқа пирогтардан ерекшелігі Орео өзінің бір печеньесі, яғни Орео печеньесі өте бір ерекше дәм береді екен, және балаларға да қызықты болды. Бір жасағаннан барлығын таласып жеп қойды. Келесі жасалуына кірісеміз. Пирогымыз үшін алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз, және де жұмыртқамызды саламыз. Бөлме температурасында немесе еріп тұрған сармайымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық заттарымызды толық жақсылап араластырып алғаннан кейін бөлек ала тұрамыз да, құрғақ заттарымызды араластыруға кірісеміз. Алдын ала еленген ұнымызға құрғақ какаомызды саламыз, және де қамыр қопсытқышты разрыхлительді салып, жақсылап араластырамыз. Екі массамыз толық араласып дайын болғаннан кейін, осылай құрғақ заттарымызды жұмыртқалы массаның үстіне салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады, артық ұн салудың қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр пайда болады, және қамырымызды пакетке кигізіп, начинкамыз дайын болғанға дейін холодильникке 5-10 минутқа қалдыра тұрамыз. Келесі кезекте начинкамызды, яғни пирогымыздың салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін сметана, яғни мен президент сметанасын қолдандым 20%, және 3 жұмыртқа және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де кукурузный крахмалын қосамыз. Бұл бізге сметананың ағып кетпеуіне көмектеседі. Осы массаны жақсылап толық бір қалыпты масса болғанға дейін араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осы массаның үстіне Орео печеньелерін осылай қолмен үгітіп саламыз. Қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Мен 4 штугын қостым. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Енді келесі кезекте біз демалып тұрған қамырымызды алып, осындай пирогты пісіретін табамызға орналастырамыз. Қолымызбен осылай жан-жағын жайып, біркелкі етіп, қамырымызды орналастырып аламыз. Осылай дайын болған начинкамызды бір араластырып жіберіп, құйып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы біркелкі болып құйылды. Енді осы массаның үстіне Орео печеньелеріміздің осылай бүтін 4-5 данасын саламыз. Біздің пирогымыз дайын. Енді бұны 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пісіру барысы енді өзіңіздің пешіңізге байланысты болады. Міне достар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше пирог екен, және де дәмі де өте дәмді болды. Пирогты кеспес бұрын пештен алған соң 15-20 минутқа салқындатып алыңыз, сонда өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Пирог Орео қосылғаннан кейін өте ерекше болып шықты, және менің балаларыма да ұнады. Шаймен бәрі таласып жеп қойды. Жасап көріңіздер, заказға қоссаңыздар да болады. Және де менің каналымда бұдан да басқа рецепттер бар. Жазылып, тегін лайкты басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.